Әдетте қарашай бүйрек, бауыр, өт жолдарын зиянды қалдықтардан тазартып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Есте сақтау қабілетін дамытып, көз ауруларының алдын алады деп жиі айтамыз. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі 80%-дан астам халық тұрақты түрде шай ішеді екен. Солардың бірі Таңатар Дүйсенбаев. Күнде 3 мезгіл шай ішеміз. Бар қазақтың үйіндегідей, кейбірде 4 мезгіл ішеміз. Енді зияны бар дегенмен де қанша жыл болды, үлкен кісілер де ішті, біздің ата-бабаларымыз ішіп келе жатты. Онан қазір өзіміз ішіп жатырмыз. Зияны бар деп енді медицина саласында айтылады, бірақ енді біз бақа ештеңесін аңғарып, былай зияндығын байқап жатқан жоқпыз. Ал мамандар қарашайды аяғы ауыр келіншектер мен варикоз, йод тапшылығы ауруларына шалдыққан жандарға көп мөлшерде ішуге болмайтынын айтады. Себебі шайдың құрамындағы танин атты зат тағаммен ағзаға түсетін дәруменді жойып жібереді. Ересек адамдар шайды сергіту үшін шаршағанда ішіп жатады. Шын мәнінде шайдың сергіткіш әсері бар. Шайға тәуелді болған жағдайда оны мүмкіндігінше ыстық тамақтан кейін 30-40 минуттан кейін ғана ішуге болады. Сол кезде ғана жаңағы біз айтқан темір толық ыдырап, ағзаға сіңіріліп, сонан кейін ғана шай кері әсер етпейді. Ата-аналарымыздың көбі балаларына сүт қатқан қою шай беріп жатады. Мамандардың айтуынша, құрамында кофеині көп бұл сусын бүлдіршіннің дамуына кері әсер етуі мүмкін. Тіпті шайдың әсерінен қандағы гемоглобин жетіспеушілігі ауруына шалдыққан балалар саны көбейген. Балаға шайдың мүлдем қажеті жоқ. Ол ешқандай балаға пайда алып келмейді. Балаға күнделікті сол өзінің ағзасына қажетті сусын ретінде әртүрлі беріп отырса, оның пайдасы жоғарырақ болады. Шайды ішудің де өзіндік тәртібі бар. Мөлшермен ішер болсаңыз, ағзаға келтірер зияны аз болары сөзсіз. Сондықтан аш қарынға шай ішуге мүлдем болмайтынын ескере жүріңіз. Өте ыстық және суып қалған шайдың де іш құрылысқа келтіретін кері әсері бар. Ал дәрі-дәрмекті шаймен бірге қабылдасаңыз, оның емдік қасиеті жойылады. Тұрып қалған шайды қайта демдеп ішуде қауіпті. Өйткені көп тұрып қалған өнімнің құрамында улы заттар пайда болатыны дәлелденген. Камшат Ысқақова, Шырын Қасым, Жеңіс Торғауытов, арнайы Таңшолпан үшін.